Сәлем достар, бүгін сіздермен красный бархат пирогын үйренеміз. Қамырымызға жұмыртқа, қантымызды салып, екеуін жақсылап, бір келкі болғанша миксерлейміз. Оның үстіне майымызды құйып, тағы да миксерлейміз. Енді ұнымызды қосып, үстіне разрыхлителімізді қосып, қызыл бояғышымызды қосамыз да, жақсылап бір келкі болғанша миксермен миксерлейміз. Қызыл бояғышты қызыл түс болғанша қоссаңыздар болады. Тағы да ұнымызды қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Осындай жұмсақ қамырымыз шығады. Қамырымыздың кішкентай бөлігін бөліп аламыз да, үлкен бөлігін салафанға салып, жарты сағатқа холодильникке саламыз. Кіші бөлігін салафанға салып, морозильникке жарты сағатқа саламыз. Бұл крошкасы. Енді начинкамызды дайындаймыз. Творожный сырға жұмыртқамызды, қантымызды қосып, бір келкі болғанша миксерлейміз. Холодильниктен қамырымызды алып, формамызға саламыз да, қолымызбен жайып шығамыз. Бортиктерін шығарамыз. Начинкамызды құйып, қасықпен жайып шығамыз. Морозильниктен жаңағы кіші тестамызды аламыз да, бетіне крошка жасаймыз, теркадан өткіземіз. Бортиктерін түсіріп шығамыз, артық бортиктерін. Қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міне осындай оңай әрі дәмді пирогымыз шығады. Менің рецептім ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.